мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев республика күніне ұлттық мереке мәртебесін қайтаруды ұсынды. Сондықтан халқымыздың басына бақыт болып бұйырған осы күн ұлт тарихын ұмытылмас парақ ретінде мәңгілікке сақталары сөзсіз. Своими успехами наша республика во многом обязана таким своим гражданам, как вы. За 10 месяцев мы стали свидетелями начала реализации кардинальных экономических и политических реформ. И я особенно рад, что в этот праздник сразу 83 жителя Павлодарской области получают государственные награды. Наградаларымыз құтты болсын деп айтпақшымын. С праздником, с датой, с 25 октября, с датой, которая венчает независимость нашей страны. Біз Павлодар облысының ұстаздар қауымы мемлекет мүддесіне қашанда жұмыс жасаймыз. Еліміздің болашағы жарқын, ұрпағымыз ұлағатты болсын. Каждый из вас заслужил их своим честным и самоотверженным трудом. С Днем Республики, дорогие земляки!